Ассаламу алейкум достар. Мал базарлардың бәрі жабық, қашан ашылатын белгісіз. Сондықтан осындай видеолар шығаратын боламын. Апта сайын қызықты видеоларыңыз болса жіберіңіздер. Бірінші болған осындай мықты жуан 10 жасар үйірінің айғыры Бекболат Ашекеев деген ауылда тұр. Номерларын экранға қойып қоям. Кімге қызық болса хабарласады. 800 мың теңге сұрап жатыр бұған. Екінші шыққан осындай қызыл айғыр, бағасы 1.300.000. Қызыл кітабы бар екен, Қарғалы деген ауылда тұр. Мына красавица байталға 2 жасар ораш мал, 500 мың сұрап тұр, Ұзынағашта тұр. Номері экранда. 3 жасар дөнен, көріңізде қандай ірі, сарайға реңсейіп тұр, бағасы 500 мың теңге, Ұзынағаш. Карантин кезінде мал базарлардың бәрі жабық, сондықтан сіздерге мал базар KZ деген мобильный приложение ұсынғым келіп тұр. Осы құрал арқылы малыңызды сата аласыздар, және де өзіңізге керек малды алуыңызға мүмкіндік бар. Осындай өте ыңғайлы белгілер бар екен, қай малды таңдасаңыз да болады, аймақты да таңдауға болады. Кереметтей приложениені Play Market арқылы мал базар деп жазсаңыз шығады, соны жүктеп алыңыздар. 1 жасқа жақындап қалғандар, тайлар, еркек қашы 300 мыңнан сұрап жатыр, Ұзынағашта тұр, өте жуас екен, мыналар амандасқысы келіп тұр. Мына ақ жалды өте әдемі екен, қараңыздар, жақсылап қарауыңыздар. Ұнаса номер экранында 300 мыңнан Ұзынағаш. Шомылып жатқан 5-ті айғыр Ұшқоңырда тұр екен, бағасы 2 миллион теңге. Пародасы бар, тұқымы өте жақсы, номер экранда. Қазір артынан да видео болады, қараңыз. 5-ті көк айғыр Балқаш ауданы деген жерде тұр, 500 мың теңге. Бағалары келісімді тайлар Балқаш ауданында тұр, бағалар келісімді, номер экранда. Оптым алсаңыз скидка бар. Қорасы әдемі екен. Қайта кетейін, видеоларыңыз болса, давайте жіберіңіздер маған. WhatsApp номер комментарийде, описаниеда. 4 жасар айғыр, көк түсті, 650 мың теңге, жорғасы бар. Не дейді мынау? Иди сюда, деймі, иди сюда. В общем, жақсы, түрі келбеті, номер экранда. Нағыз ат қылатын тай шығады қазір. Түргенде 400 мың теңге 1 жасқа толды дейді. В общем, қараңыз қандай үлкен екен, ірі, бойы биік, в общем, зачетный, 5. Мына бұқаның құны 250 мың теңге, қаскелеңде тұр, номер экранда, жемделген, состояниесі жақсы екен. Осындай видео жіберем десеңіз, телефоныңызды горизонтально ұстаңыз, бұрып ұстаңыздар видеоға түсірген кезде. Тағы да бір экспонат, 350 мың теңге, Ұзынағашта тұр, 4-5 ай, таза арпамен жемделген, интерес бар екен камераға. Толықтай көрсетіп жатыр, қожайынына рахмет. Мына 2 бұқаның жастары 1 жас 2 ай, бағалары 300 мыңнан сұрап тұр, Ұзынағашта тұр. Жуантығын көріңіздер, артынан жамбаста таза арпамен 3 айдай байланған. Қойсаңыз да болады, тұқымдыққа да алуға болады. Ұзынағаштан мал көп екен, 2 ұрғашы тұсақ 50 мыңнан сұрап жатыр. Давай бұрыл. Ақсу ауданы, болатын жері 300, еркек қызыл түсті.
Так, вот в продаже имеются бычки, откормленные, уже стоят более 5 месяцев, некоторые 5, некоторые 7 месяцев. Есть такие вон более-менее средние полторашки. Это вот уже маленькие годовалые. Кімге видео ұнаса, давайте лайктарыңыздан атып жіберіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Осындай видеолар ата сайын шығады деп үміттенемін. Мал базарлары ашылғанша сау болыңыздар.